Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай әрі ашытуды қажет етпейтін, өте дәмді керемет болып шығатын пияз нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға електен өткізілген ұнды, міндетті түрде ұн електен өткізілген болуы қажет. Содан соң тұз және де дрожж қосып, құрғақ қоспаларды жақсылап араластырамыз. Және де суымызды құйып, алдымен қасықтың көмегімен, содан соң қолыңызбен жаңағыдай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз алдымен құрғақ сияқты, жаңағы ұны көп сияқты көрінуі мүмкін, қыздар. Біраз уақытқа дейін илейсіздер, сол кезде бізде жұмсақ әрі қамырымыз қолға жабысқақ болып тұрады. Сол үшін де кішкене ұзағырақ илеуіңіз мүмкін. Осылайша басында жаңағыдай суы аз сияқты көрінеді, бірақ ұзақ уақыт илегеннен соң осындай қолға кішкене жабысып тұратын қамыр пайда болады. Осылайша жақсылап иледік. Және де соңынан 4 ас қасықтай сұйық май құямыз. Қыздар, сұйық майды аз емес, осылай 4 ас қасықтай көптеу етіп құямыз. Сол кезде біздің пияз нанымыз өте жұмсақ әрі керемет болып шығады. Мінекей осылай қолға жабысып тұр қамырымыз. Осы қамырдың үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да кішкене уақыт илеп, бетін жауып қойып қоямыз. 5 минут өткеннен соң тағы да алып 2-3 рет иін қандырып илеп қоятын боламыз. Мінекей қыздар, біздің қамырымыз дайын, осылай жұмсақ болып шығады. Майы қатты көп болып кетті демеңіздер. Майын қазір 2-3 рет иін қандырып илеген кезімізде майы да өте әдемі болып сіңіп тұратын болады. Әзірге біз пиязымызды дайындап қоямыз. Пиязды да майдалап турап алатын боламыз. Бізге 4-5 үлкендеу болса 4-5 штук пияз кетеді. Барлығын жақсылап майдалап турап, үстінен пияз және де бұрыш қоссаңыздар болады. Және де қасына көк пияз немесе укроп қоссаңыздар да болады. Мен де мұнда пияз бен тұз ғана қостым. Екеуін пиязды жақсылап турап, жаңағыдай тұзымды салып, осылайша қолымызбен мұжып, араластырып қоятын боламыз. Неке қыздар, біздің қамырымыз осылай өте әдемі болып қанып тұрады. Бұл қамырды жаңағыдай ашытып 1 сағатқа, 2 сағатқа көтерілгенше қоюдың қажеті жоқ. Осылайша әр 2-3 минут сайын 2-3 рет иін қандырып қоямыз. Және де дайын болған қамырымызды 2-ге бөліп алдық. Тағы да осылай илеп, бетін 1-2 минутқа жауып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып жайып аламыз. Қыздар, бұл қамырды жаю кішкене қиынырақ болады, өйткені біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Сол себепті де жаю кішкене қиынырақ болады. Және де ішінде майы көптеу болған сайын ұнында көбірек сеуіп отырасыздар, өйткені жаңағы жайып жатқан кезде жабысып қала беретін болады. Себебі біздің қамырымыз өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Сол үшін де ұнды осылайша көбірек етіп сеуіп отырып жайып алатын боламыз. Біздің қамырымыз өте жұқа болып шығуы қажет. Қыздар, менің видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, тегін үлпілдеріңізді аямай басып, және де комментарий жазып, каналыма тіркеле отыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, видеоларымды қарап шығыңыздар, ішінен өзіңізге керекті рецепт табатыныңызға сенімдімін. Қыздар, қамырды жайып жатқан кезде міндетті түрде ұнын көп етіп сеуіп отырыңыздар. Өйткені біздің қамырымыз жабысқақ болып, икемге келмей, және де формасы дұрыс шықпауы мүмкін. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы біздің қамырымыз жұқа болып шықса болғаны. Және де осылайша ерітілген сары майды құйып аламыз. Қыздар, сұйық май емес, осылайша сары май құйсаңыздар өте керемет болып шығады.
сары майымызды құйып, барлық жеріне жеткілікті етіп, біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Және де жаңағы дайындап алған пиязымызды үстіне барлық жеріне жайып шығамыз. Шет жақтарына көбірек жағуды ұмытпаңыздар, көп жері ортасында қалып қоймасын. Пиязды барлық жеріне осылайша жайып алдық. Ендігі кезекте қамырымызды ортасынан бір бөлікке бөлеміз және де екі бөлігін бөлек-бөлек орап алатын боламыз. Самсаға қамырды жасағандай етіп, осылайша домалақ етіп, жаңағы қамырларымызды орап аламыз. Осы орап алған қамырдың екі шетін бастырып жауып қоямыз және де тағы да осылай айналдырып орап шықсаңыздар болады. Содан соң табамызға пергамент қағазымызды төсеп, қамырымызды осылайша орап алып орналастырамыз және де екінші бөлігінде дәл осылайша орап, дайындап, осы қамырдың шетінен әрі қарай жалғастырып орналастырып шығатын боламыз. Екінші қамырдың бөлігінде осылайша дәл жаңағыдай орап алдық. Екі жақ басын бастырып осылай жауып қоямыз. Содан соң жаңағы формамызда тұрған қамырдың сыртынан бір-біріне біріктіріп, әрі қарай айналдырып шығатын боламыз. Қыздар, табамызға жаңағы қамырларды салып алдық. Ендігі кезекте қамырымыздың үстінен осылайша басып шығатын боламыз. Қыздар, ортаңғы жағы қалың болып қалмасын. Ол кезде кішкене қамыры дұрыс болмай қалады. Сол үшін де ортасында, шетінде орташа көлемде жаңағыдай бастырып шығатын боламыз. Қатты қалың болуға да болмайды. Орташа көлемде ортасы мен шетін бірдей етіп бастырып шығамыз. Осылайша үстінен жұмыртқаны жағып аламыз және де қыздар, бізде осы рецептпен екі үлкен пияздан шығатын болады. Өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылайша жұмыртқамызды жағып алғаннан соң бетіне қалауыңызша күнжіт немесе мак сеуіп қойсаңыз болады. Сеппесеңіздер де болады. Өзіңіздің қалауыңыз. Мен мұнда күнжіт пен макты араластырып сеуіп шықтым. Өте керемет болып шығады. Осылайша дайын болған пияз нандарымызды алдын ала қызып тұрған пеште 220 градуста қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Қыздар, барлық рецепті описание бөлімінде мөлшермен жазып қоямын. Міндетті түрде осы мөлшермен жасап көріңіздер. Бізде осындай өте үлкен екі пияздан шығатын болады. Неке қыздар, біздің пияз нандарымыз дайын болды. Өте керемет, дәмді әрі әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыстық күйінде әп-сәтте жоқ болатын нандардың бірі жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тіркеле отыруды ұмытпаңыздар. Каналыма кіріп, видеоларымды қарап, өзіңізге керек видеоларды сақтап алсаңыз да болады. Баршаңызға рахмет.